Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 91 сабақ. Болымды және болымсыз жетістік. Каналда сендермен бірге Майра апай бүгінгі сабақтың тапсырмаларын орындауға көмектеседі. Олай болса, тапсырмалар ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Келесі тапсырмаға көшейік. 32-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Өлеңнің авторын ата, ол туралы білетініңді айт. Яғни балалар, өлеңнің авторы Абай Құнанбайұлы. Ол 1845 жылы 1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Абай атамыз ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің жанашыры, негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер болған. Келесі тапсырмада өлеңнің жалғасын айтып көр. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың? Білім ал, босқа уақыт өткізбе, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекерге мал шашу деген жаман қасиеттерден аулақ бол. Ол қасиеттер саған дұшпан іспеттес. Ал 5 асыл іс бар, ол қанағат, рахым, талап, еңбек терең ой делінген. Осы қасиеттерді бойларыңда дарыта біліңдер балалар. Келесі тапсырмада балалар, келесі бетте балалар, ғылым таппай мақтанба өлеңінің толық нұсқасы берілген. Келесі тапсырма келесі тапсырмада өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған. Яғни балалар, Абай атамыз өз заманындағы жас ұрпаққа көкірегі сезімді, кең ойлы адамдарға үміт артып, олардың жүрегін оятып, олардың өзінің озат мақсат мұраттарына тартуға ұмтылды. Жастардың өнімді еңбек етіп, ғылым мен білімге ұмтылуын, алға қойған мақсатқа жетуінде табандылық көрсетулерін үшін мінекей балалар бұл өлеңді осылай уағыздау мақсатында атады. Өлеңді дәптерлеріңе көшіріп, болымсыз жетістіктердің асысын сызып шығыңдар. Яғни мақтанба, баптанба, шаптанба жетістіктерін асын сызамыз. Келесі тапсырмада 33-ші жаттығуда 2 сызба берілген. Яғни болма. Бұл болымсыз жетістікке қатысты, болымды жетістікке қатысты сөздер берілген. Осы сөздерді қолдана отыра біз әңгіме жазуымыз қажет. Яғни мәтіннің атын балалар мен сендерге әжемнің ақылы деп ойлап таптым. Балалар, осы мәтінді бірге оқып шығайық. Әжемнің ақылы. Мен үнемі әжемнің ертегілері мен ақылдарын тыңдағанды жақсы көремін. Әжем маған ылғи да шыншыл бол балам, өжет бол, әрқашан тәртіпті әдепті бала бол, қатыгез өтірікші болма, ешқашан тәртіпсіз, әдепсіз болма. Бұл қасиеттер сені жақсылыққа апармайды деп басымнан сипап, ақыл өсиеттерін аямай айтып отырады. Бұл жерде балалар өздерің аңғарғандай, болма, қорқақ болма, қатыгез болма, өжет бол, шыншыл бол деген біз етістіктерді, болымсыз және болымды етістіктерді қолдандық. Келесі 34-ші жаттығуда мақалды жаттап алыңдар. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама. Ал балалар, келесі тапсырма бізде шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығуда шашылған пазлдарды дұрыс құрастыра отыра мақалды табу керек. Яғни балалар, сендерді менен де бұрын пазлдарды құрастырып, мақалды тауып қойдыңдар деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Өте дұрыс, өткен іске өкінбе деген мақал шықты. Балалар, бүгінгі тапсырмаларды бірге керемет орындадық деп ойлаймын. Егер сендерге түсінікті болса, ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңдер. Сау болыңдар балалар.